Халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Сәлем достар, сіздермен бірге жүз жаса каналыма тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП ағзадағы зат алмасуды жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал ететін К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола мың бір ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан тағы да басқа арылғысы келетін кісілерге таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын да айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеті де бар. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, іш құрттарын түсіру үшін де пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынның яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді. Өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерден тазартатын қасиеті де мол. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линольді қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына да бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсті бар, өткір хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, олеин, линол, стерин қышқылдары, фосфолипидтер, каротиноидтар, дәрумендер, микроэлементтер бар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.